Бұл ірі өндіріс нысандары алайда аз да болса ортақ қоржынға өз үлесін қосып келе жатқандарды да айтпай кетуге болмас. Солардың бірі оралдық тігінші Ришат Жылқайдаров. Осыдан 10 шақты жыл бұрын облыс орталығынан тігін ательесін ашқан кәсіпкер бүгінде аяқ киім мен ат әбзелдерін шығаратын шеберханасында іске қосқан. Болашаққа деген жоспарларды аз емес. Ақжайық өңірінен әріптесім Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Ришат 10 жасында 2,5 метрлік биік қоршаудан құлап бел омыртқасын зақымдап алыпты. Бірақ ол бірінші топтағы мүгедек екенмін деп еш уақытта мойыған емес. Қайта жастайынан өз бетімен еңбек етіп, тігін цехын ашты. Ерінбей шаруасын дөңгелетемін деген адамға мүмкіндік мол. Оларға мемлекет тарапынан да үлкен қолдау көрсетілуде дейді кәсіпкер. 7-8 жылдай болды. Специалист бағытында жұмыс істеп келе жатыр. Заказдарды көбінесе госзакуптан аламыз. Енді өзім клиенттерім бар, Орал болсын, басқа қала болсын. Заказ болмаған кезде нарыққа біздер курткалар тігеміз. Қыста Аляска моделі, көктемгі курткалар. Айтыры объем әкеліп тұрамын жұмысқа, цехқа. Сондықтан мұндағы тігіншілердің жұмыссыз отырған күні болған емес. Ришаттың бір шетіне шығысып, ісінің ілгері басуына септігін тигізіп жүрген жандардың бірі әкесі Нәсіпқали аға. Терилеуді жетік меңгерген ол қазір Сырым ауданындағы Аралтөбе ауылынан шеберхана ашып, ат әбзелдерін жасаумен және аяқ киім тігумен айналысуда. Шикізатты мен қазір Шымкент қаласынан алып тұрмын, заводтардан теріні. Теріні мысалы терлікке, киізді мына өзіміздің қаладан алып тұрмын, оның бәрін өзіміз істей аламыз. Сондықтан биылғы жоспарымыз ауылдан жаңағы шағын ғана тері, жүн илейтін өзіміздің цехымызды ашу. Әкелі балалы Ришат пен Нәсіпқали Жылқайдаровтар қазір 30 шақты адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Алдағы уақытта қаладағы тәртіп пен түзеу мекемелері мен әскери бөлімдердің тапсырысын орындаймыз ба деген ойымыз бар. Сондай-ақ өзіміздің туған жеріміз Сырым еліндегі Аралтөбе ауылынан құс фермасын ашқымыз келеді. Біздің бұл бастамамызға жергілікті атқарушы билік өкілдері қолдау көрсетіп отыр дейді кәсіпкер. Ардақ Айбарұлы, Руслан Ғазезов, Қанат Махмұтов, қорытынды жаңалықтар Оралдан.